Азанда ұйқымыздан тұрдық та, бала шағамды садикке апарып тастайын деп, беті қолдарын жуымай садикке қарай тез киіндіріп апарып тастап, одан кейін заказыма кетуім керек. Бүгін сағат 12-ге дайын болу керек. Бүгінгі фотозвонам. Ал мен болса әлі жүрмін бала шағамен алысып, сөйтіп екі баланы садикке тастадым да, ары қарай кешек жасап кеткен гендер патидің оформление заттарын бәрін шешіп, машинама салып, үйге тастап, алып кететінін алып кетіп, тойханаға қарай дайындала бастадым. Двойной круглый каркасым осы еді. Енді оны бәрін босатып, шешіп, келесі тойға апаруым керек. Комментарийді сұрап жатыр екен, мына заттың барлығы клиентке қалады ма деп. Жоқ, бұл заттың барлығы клиентке қалмайды. Клиентке тек қана шары қалады. Қалған үй жазуы қалады. Қалғанның барлығын алып кетемін. Жаңа коробкаларымды, жаңағы стойкаларымды, темірлерімді, баннерларымды барлығын алып кетемін. До того азанда завтрак ішуге уақыт болмады ғой, өлгере алмай кешегі мантымызды жылтып алдықтан нахаду жеп кетіп баратырмыз ғой, жол жөнекей. Уақыт жоқ, барғанша қарын аш бірақ. Үйтіп жүрген кезде сағат 11 болған ғой, 11-де әлі кетіп баратырмыз ғой біз тойханаға қарай. Мынаяқтан клиент звондап жатыр, уайымдап жатыр ғой, енді той істейтін болғаннан кейін. Сіз әлі келмепсіз ғой, үлгересіз бе? Қазір қонақтарымыз келеді уже деп қайта звондайды. Мен мынаяқтан нервничать етіп, асығып, тез фук афганять етіп жүріп баратырмын ғой. Бүгінгі заказым тағы да сол Тоболиндегі Балауса деген тойханаға. Балаусаға да келдік, малы залына. Бүгін бесік тойға, Бақберген деген кішкентай бөпенің бесік тойы. Алдында жасаған сол баннерім, сол каркасым, сол заттардың барлығы сол. Просто бұл жерде жазу өзгереді, и шары өзгереді. Жазуын алынады, салынады негізінде многоразовый баннерменде. Сөйтіп тез каркастарымызды құра бастадық. Каркасты құрып болғаннан кейін баннерін тарттық. Баннерін тартып болғаннан кейін уже шарларын ілуге кірістім. Шарлары бүгінгі ақ, көк и серый хромменен аралас болатын болады, комбинировать етіп. Бізде сол көбінесе баланың тойы болатын болса, ақ пен көкті сұрайды, қыздың тойы болатын болса, розовый мен ақты араласқан цветті таңдайды көбісі. Міне мен мына жерде кәдімгі Бақберген деген жазуды монтажный пленкамен алып жабыстыратын боламын. Бесік той и число болады астында. Байқасаңыздар, бұл жерде менде жазуына и шарына ғана расход болып тұр. Шар бизнесімен айналысыңыздар деп бекер айтпаймын. Оформлениемен әсіресе айналысыңыздар деп, себебі бұл жерде маржа, пайда көбірек. 2 сағаттың ішінде мына жерде қазір 15 000 теңге пайда қалды менде. 2 сағаттың ішінде сіздерге 15 000 теңге еш жерде ешқандай жұмыста бермейді. Осы шар бизнесінен басқа. Так что үйде құр босқа отырмай, осындай пайда келетін, табыс әкелетін бір бизнеспен айналысыңыздар, іспен айналысыңыздар. Қазір көп қой, үйде отырып айналысатын тірліктер көп, таза пайда келетін. Үйде отырып, әйтеуір балаңыздың садигін жабасыз, продукт аласыз, или кредит төлейсіз деген сияқты шығындар көп қой негізі. Барлық қыз-келіншектердің арманы ғой негізі, үйде отырып табыс тауып, бала шағасына керекті заттарын қиналмай әперуге, үйіне бір затты қиналмай ала салуға, мысалға перде, стол, дастархан деген сияқты, продукта деген сияқты, или болмасам өзіне киім, көйлек, алтын деген сияқты нәрселерді қиналмай алуға. Осы бизнесімнің арқасында қиналмастан өзіме заттар алатын болдым, балдарыма заттар алатын болдым. Аллаға шүкір. Сіздерге бір мотивация болсын деп айтып жатырмын. Менің үйімдегідей үйде тұрғыңыз келсе, менің мініп жүрген машинамдай мінгіңіз келсе, күндіз-түні ұйықтамай жұмыс істеп, үйде отырмай құры. Бірақ сіздерге барлық нәрсе гладкий, әдемі болады деп айтпаймын. Себебі әр жұмыстың өзінің қиындығы бар. Келе салып, үйрене салып, чики-пуки болып кетем деп ойламаңыздар. Егер Аллаға тәуекел етіп бастасаңыздар, әрекет етсеңіздер, Аллах тағала міндетті түрде берекетін беретін болады.